Ассалаумағалейкум сәлемдер. Көбісі ойлайды, бір күнде, екі күнде не ем болады деп. Дұрыс, ол ем болмайды бір-екі күнде. Адамдардың түсінігімен қарағанда. Жалпы касаправ деген сынықшылық қой. Сынықшылық жалпы андай болады. Например, бір күнде жылжыған болады омыртқа. Бір омыртқа жылжып кетеді, омыртқаны орнынан смещение дейді, орысша айтқанда кіргізесің. Мысалы, орнынан мысалы омыртқа бола ма, бұл омыртқа оңға солға жылжып кетеді. Соны шығарасың. Оған 10 күндік жұмыс керек емес, оған 5 күндік керек емес, оған 1 күндік жұмыс жарайды. Мысалы, бір күнде иығы тайып кетеді. Иығын мысалы салып бересің. Оған да какой-то бір 2 секунд, 3 секундтық жұмыс. Ұршық шығып кетеді. Оңғы да солай. 4-5 минут уақыт алады. Тізе кетіп қалады. Тізе, например, артроз дейді. Артроз деген тізенің басының, мысалы, кончик дейді ғой, басы, тізенің басы. Жеңіледі, мүжеледі. Артроз деген мүжелу. Жалпы бурсит дейді. Синовит дейді. Жалпы да соның барлығын бір сөзбен айтқанда мүжелу ғой, соңғысы мүжелу. Енді сұйықтық болмайды, содан кетеді, мүжеледі. Содан адам тізесі де бүйтіп кетеді. Соны орнына кіргізіп беру. Оған енді действительно оған керек емес 10 күн, 15 күн. Қалғанын енді лечениесі андай болады жаңағыдай. Айтады мысалы, мындай жағасың, мындай ішесің деп сонымен. Сонымен 12-сі, 13-і, 14-і Тараз қаласында боламыз. Келіңдер, тіркеліңдер, хабарласыңдар. Кастапров жасылана. Рахмет.